Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгінгі видеомызда жоңышқа өсірудің 3-ші бөлімін көрсетейін деп отырмын. Алдында жерді жыртып, одан кейін малалап, тұрмалап, селкімізбен еккен болатынбыз. Енді соны өнімі қалай шыққанын сіздерге көрсетейін деп отырмын. Видео басталмас бұрын достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Сіздермен Агро каналы. Мынау бізде былтыр еккен жоңышқа поле, қазіргі таңда осын тұрмалап жатырмыз. Сіздерге қазір міне биылғы бидайды көрсетейін. Еккен міне. Өздеріңіз көрсеңіздер, көктемгі бидай. Шеткі жағы сиректеу болып қалды, себебі селкі ескілеу болғандықтан осылайынан сеуіп жіберді. Міне, өздеріңіз көрсеңіздер. Мынау биылғы жоңышқа, қазір біреуін жұлып көрсетейін сіздерге. Экспарсет жоңышқасы міне. Бұны біз зерновой селкімен септік. Бидай не себетін өздеріңіз білесіздер ғой. Екі жағында Т-25-тің дөңгелегі тұратын қызыл селкі, советский ескі. Сондаймен септік. Бірінші бізде міне бидайды сеуіп алдық, бір қабат жүргізіп барлық поляға. Одан артынан осындай нені жібердік жоңышқаны. Себебі екеуін бірдей себе алмайды. Ал біреуін ғана сепсеңіздер де болады. Мысалы джия секілді тез жылдам өсетін жоңышқа болса, оларды жалғыз өзін себе берсеңіздер, сол жылы шамамен шілде тамыз айларында бір шабындық шауып алатын боласыздар. Ал бізде экспарсет кішкене баяу өсетіндіктен бірінші жылы экспарсет өнімін аламайсыздар. Себебі алсаңыздар да кішкене аласалау болып шығады. Сол себепті осылайынан бидаймен араластырып ектік. Бидай биыл шауып аламыз. Келесі жылы шіріп, жерді құнарландырып, ары қарай жоқ болып кетеді. Ал мына бізде жоңышқа осы жерде қалады да, келесі жылы мынау бір жоңышқаның астынан өрімдері шығып, кішкене қалындап, мына поляның барлығы осылайынан жоңышқаға айналып кетеді еккендіктен. Сол себепті осылайынан бидаймен араластырып ектік. Биылша жерді босқа жатқызбай, бір жыл осылайынан бидаймен игеру үшін бидаймен араластырып ектік. Тек қана бидаймен ғана емес, арпамен де араластырып ексеңіздер болады. Бірақ бізде қолда осы бидай болғандықтан, бидайдың тұқымы бидаймен араластырып егіп отырмыз. Мынау әлі бір суғарылған жоқ. Суғарғаннан кейін тағы да көтерілетін болады. Бұл жаңбырдың суынан қазіргі таңда жердің влагасы жақсы болып тұр. Міне өздеріңіз көрсеңіздер. Міне осындай поля. Поляны өзіміз қолмен тегістедік. Бұрын сай болатын мына жер. Оған да тағы да бір видео түсіре кететін боламын. Сол үшін достар, каналды үзбей видеоларын қарап отырайық. Міне жоңышқаны сепкен жолы бар. Бидайдың жолынан бөлек. Келесі жылымда шірігеннен кейін орындарын барлығын осы жоңышқа толтыратын болады. Жоңышқаны біз бұл жерге шамамен 350-400 килограммда егетті таза. Ал екінші поляға оған да сондай мөлшерде кетті, шамамен екі поляға осылайынан ектік. Келесі жылы тағы да бұйырса осыны өнімін көрсететін боламын сіздерге. Жоңышқаны күзде бидайын шауып алғаннан кейін бір жыл жатып, келесі жылы бірінші покоста жақсы өнім береді деп ойдамыз. Міне мынандай жоңышқаға айналады, кейін өсе келе осындай. Бір бас жоңышқа жылдан жылға қалындап, осылайынан түбінде 8 тармаққа дейін жиілейді. Одан кейін жылдан жылға қайтадан осы тармақтар азайып, кейін жоңышқа 4-5 жылдан кейін құрып кетеді. Содан қайтадан жерді жыртып, игеріп егетін боласыздар. Мынау мені былтырғы алдыңғы жылғы еккен жоңышқа. Былтырғы еккен жоңышқа биыл екінші несі жылы өнім беріп жатқан. Өздеріңіз көрсеңіздер, өнім жақсы, бірақ алдында кішкене жаңбырға қалып қалды. Достар, осындай не? Біз тағы айта кететін жағдай, көптеген жақтарда құрт қаптап, қара күйе секілді бидайды жейтін құрттар қаптап жатыр. Бірақ біз бұған арнайы ешқандай дәрі ештеңке қосып еккен жоқпыз. Дәрілеп бидайды. Таза өзі қалай бар, солай себе салдық. Бидайды қалың қып құйдық, кішкене көбірек шықсын деп.
кейбіреулер селитрамен неше түрлімен дәрілеп жатады. Ондаймен қатты айналыспаймыз. Қалай бар солай ектік. Енді күзге қарай өнімін көретін боламыз. Бұл жердің бір жақсысы тынайған жердің. Мынау тынайған екен білу үшін тынайған жерге 5-6 жыл ештеңке егілмеген, көбінесе жусан өсіп кетеді. Одан кейін жыртсаңыздар тынайған жерге өнімді жақсы беретін болады, құнарлығы жақсы болып. Мынау бізде кішкене құмарлық жер, сондықтан суды аса қатты ұстамайды. Өздеріңіз көрсеңіздер, міне осындай. Ең алдымен 2 корпус соқамен жыртып алдық, одан кейін артынан шым төгіту үшін тырма жібердік. Өздеріңіз видеоларды көрсеңіздер, осының алдындағы. Одан кейін малас үйредік, рельс 5 метрлік, 6 метрлік. Одан кейін оның артынан қайтадан тырмасы үйредік. Одан кейін селкі жүрді. Селкінің артынан тағы да бір тырма жүрді. Сонда осындай нәтижеге жетіп отырмыз. Суғаруына келетін болсақ, бидайды қалай суғаруын сіздерге айта кетейін. Суғармалы полиямен салатын кісілерге. Мына бидай көлеңке алды дейді ғой, өзінің көлеңкесі жанына түсе бастаған кезде суғарып бастай берсеңіздер болады. 3-ші бүршігі жарылғанға дейін. Себебі оға дейін суғарсаңыздар, мына жоңышқасы немесе бидайының басына су кіріп кетіп, түншік қалып жатады. Түншікқанда ол құрып кетуі мүмкін. Сол себепті осындай бидай көлеңке алды дейді ғой. Міне өздеріңіз көрсеңіздер, көлеңкесі түсіп тұр. Осы уақытта суғара берсеңіздер тамаша болады.